Сайқал саясат қарапайым азаматтарды ғана емес, дәрігерлерді де түрлі топқа бөліп отыр. Мәселен, саяси көзқарасы әрқилы ақ халаттылардың сырқаттарды емдеу тәсілдері де түрліше болатын көрінеді. Вашингтон Пост газетінің тілшісі Эрин Блейкмордың мақаласына сенсек, демократтар мен республикашыл көзқарастағы дәрігерлер науқастарды өздерінше емдейді екен. 42 мыңнан астам дәрігермен тілдесіп, олардың саяси ұстанымы туралы білген ел университетінің ғалымдары осындай тоқтамға келіп отыр. Сұхбатқа келіскен дәрігерлердің саяси көзқарасы ғана емес, емдеу тәсілдері де түрлі екендігі анықталыпты. Мәселен, республикашыл дәрігерлерді түсік жасату ісімен марихуананы қолдану алаңдатып отыр. Ал демократтар мылтық секілді суық қарулардың қолжетімділігі мен ақылы негізде жыныстық қатынасқа түскендердің жағдайын уайымдайды екен. Науқастарды емдеу ісінде де дәрігерлердің емдеу тәсілдері түрліше екендігі анықталыпты. Мәселен, республикашылдарды қолдайтын дәрігерлер демократ әріптестерімен салыстырғанда сырқатты тез емдеп жазуға тырысады екен. Ал ішімдік пен темекіні қолдану мәселесіне келгенде саяси қарсыластардың ұстанымдары бір-біріне ұқсап кетті деп жазады Блейкмор. Көп асқанға бір тосқан. Француздық Le Monde басылымы 58 жастағы италиялық хирург Паоло Маккиаринидің өтірігін әшкереледі. Трансплантация сиқыршысы атанған ол дің жасушаларын дене мүшелерінің жұмысын қайта қалпына келтіру үшін қолдану идеясын ұсынған болатын деп жазады тілші Оливье Трюк. Италиялық хирургтың бұл арманы ескерусіз қалмады. 2011 жылдың маусым айында ол күллі әлем назарын өзіне қаратты. Хирург обыр ауруына шалдыққан 36 жастағы жігіттің дің жасушаларынан алынған жасанды кеңірдекті орнату операциясын сәтті іске асырды, деп жазады автор. Бұдан кейін Маккиаринидің бағы жанды. 2011-2012 жылдары ол Швецияда осындай 2 операция, ал ақш пен Ресейде 5 трансплантация жасап, тасы өрге домалады. Оның талантына тәнті болғандар Паоло Маккиариниді өңеш орнатушы шебер деп аңызға айналдырды. Бірақ өтірік өрге баспайды. Алғашқы трансплантациялық операция кезінде қондырылған кеңірдектің орнында тұрмай, пациенттің қайтыс болғаны туралы суыт хабар әлемді шарлап кетті. Талайды тақырға отырғызған хирургтың алаяқ екендігін шведтің SVT телеарнасындағы деректі фильм дәлелдеп берді. Бұлаздай Маккиарини ота жасаған 8 пациенттің 6-ы ажал құшып, хирургтың абыройы айрандай төгілді. Осы деректерді негізге алған швед айыптау палатасы маусым айында хирургты адам өліміне себепкер болған үшін және адамның денсаулығына ауыр зақым келтірген үшін айыптады деп аяқтайды Оливье Трюк өз мақаласын. Байларда жылайды. Париждегі сән апталығында Ким Кардашьянды белгісіз біреулер тонап кетті. Телеграф газеті бұған қатысты сән әлемі өкілдерінің пікірі екіге жарылды деп жазады. Мәселен, Шанель сән үйінің креативті директоры Карл Лагерфилд бұған бар байлығын көпшілікке паш еткен тележұлдыздың өзін кінәлайды. Мен оның қауіпсіздік қызметі мен күзетшілері жоқ қонақ үйге неге тоқтағанын әлі түсіне алар емеспін. Егер сіз тым танымал адам болсаңыз, әрі өзіңіздің бағалы заттарыңызды әлеуметтік желіге шығарып, жаһанға жар салсаңыз, алдымен қауіпсіздік мәселесін ойлауыңыз керек қой. Күзеті мығым жерге баса көктеп кіруге ешкімнің батылы жетпесі анық, дейді Кутюрье. Ал америкалық сылқым келіншек өзін ұрылар зорлап кетеді деп қорыққанын айтып, көзінің жасын көл қылып отыр. Forbes журналы 400 бай америкалықтың кім екендігін жариялады. Microsoft компаниясының негізін қалаған Билл Гейтс осымен 23-ші рет көш бастап келеді. 60 жастағы алпауыттың байлығы $81 миллиард жетіпті. Ал екінші орынды Amazon.com қожайыны 52 жастағы Джефф Безос иеленіпті. Үздіктердің үштігін 86 жастағы Berkshire Hathaway'дің бас директоры Уоррен Баффет тәмамдайды. Forbes оның байлығын $65,5 миллиард бағалапты. Facebook желісін ойлап тауып, $55,5 миллиард ақша тапқан Марк Цукерберг пен Oracle'дың негізін қалаған 72 жастағы Ларри Эллисон $49 миллиард мен алғашқы бестікті түйіндейді.